Баршаңызға сәлем, құрметті достар. Бүгін осындай сырты қытырлақ картопты духовкада пісіретін боламын. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша каналды қолдап отыруларыңызға болады. Ол үшін поделиться деген батырманы басып, қоңырауды басып, все деген кнопканы бассаңыздар, менің алғашқы көрерменім боласыздар. Енді картоптың қабығын осылай түгел аршып алдым. Күз айында жаңадан шыққан картопты қабығымен де духовкада пісіріп жатады. Ал қазір картоптың қабығы қалың болғандықтан, әрине осылай аршып алып пісірген дұрыс. Картопты осылай ортасынан үшке дөңгелек етіп бөліп алдым. Картопты жақсылап жуып, кастрөлге су құйып, тұз салып, 10 минуттай пісіріп аламыз. Енді осындай тауықтың аяқтарын алып, тұздап, мариновать етіп қоямыз. Ол үшін мен кетчуп және майонезді қолдандым. Арасына тұз жақсы сіңу үшін осылай пышақпенен әр жерінен кесіп қойған дұрыс. Тұзды өз қалауларыңыз бойынша тұздайсыздар. Екі қасық кетчуп, 2 қасық майонезді салып жақсылап араластырамыз. Және қақпағын жауып, жарты сағатқа қойып қойдым. Картопымыз қайнап жатыр. Енді тұздығын жасаймыз. Ол үшін сәбізді турадым. Енді жуаны да турап, май құйып осылай табаға қуырып аламыз. Жарты сағат өтті. Енді тауықтың аяқтарын осындай противенге салып, духовкаға 180 градуста 45 минуттай пісіріп аламыз. Тұздыққа 1 шай қасық томат пастасын қостым. Тұздығымыз дайын. Енді жаңағы суға пісіріп алған картопымызға тұздықтың майын қосып, духовкада оны да 180 градуста пісіріп аламыз 20-25 минут. Мінекей картопымыз дайын, сырты қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Тауықтың аяқтары да дайын. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сырты қытырлақ, ортасы жұмсақ, осындай керемет картоп шығады.
баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар.